Неке қазақша, арабша никах. Неке бұл екі куа менен екі жастың, жұбайдың қосылуы. Оның қосыларда екі куасы болу керек. Оның екеуі де қосылғанын танитын болу керек. Оның екеуін білетұғын болу керек. Оның ақиқи никаланғанына куә болған адам болу керек. Ал ол ника, нағыз ника бізде. Ал ника болған екен, ол үлкен шариғаттың талабы. Никалы мен қосылған адамнан шығатын балдардың көбісі өте Алла бәле-желеден сақтасын, негізінде таза болуға толық осыдан кеп шығады. Ал енді никаның әркім әртүрлі сөйлейді. Қазіргі кездерде мынау зына деген нәрсе бар. Зына бұл ойнас деген сөз. Ойнас деген сөз ол жасырынып бір-біріне көрінбей, ешкімге көрінбей, әйел менен ердің қосылатын жерін зына дейді. Бұл зына шариғатта өте қауіпті нәрсе. Шариғатта зына қылған адамды мынау үйленген ері бар, әйелі бар адамдар болса таспараңғы өлтіріп жіберу керек. Шариғат үкімі бойынша. Ал енді бойдақ болатын болса 100 дүре ұру керек. Бұндай болатығын болса бұлар оңайлыққа келмейді. Демек бұл қоғамды сақтау керек. Қоғамды бұзылмау керек. Қоғамды сақтау үшін никалықтың тазалығы керек. Қазіргі кезде біз қарайық, қазір әркім әр жерде қосылып, балдарын мынау мұсырны жәшікке тастап кетіп жатыр. Біреудің есігінің алдына тастап кетіп жатыр. Айтпаса бір жерге лақтырып тастап кетіп жатыр. Болмаса сатып жатыр. Бұның бар бұзылғандыққа жатпай ма? Жатады. Қазір енді мынау қазіргі азаматтық ника деген никаны шығарып апты. Ол азаматтық ника деген сөз екеуі қалағанша қосылып жатып, енді кейін ажырасып үндемей кете береді. Бұдан туған балдарды кім асырарын білмей қазір мемлекетте осындай жетімдерді бағатын үйлер толып кетіп, бағамай кім алады, кім анағылады деген жерге кетіп жатқан бәріңде көріп жатырсыңдар. Бұның бар осындайдан кеп шығып жатқан нәрсе. Кешегі қазіргі бұрынғы 10 мың қой айдаған байлар тұрмаған үйде тұрып атқан адамдар қазір балдарын есін бағамай жатқандар көп. Міне жаңағыдайдан келіп жатыр. Олай болатығын болса бізге бірінші рет никаны таза сақтамағандықтан кезерік. Қазір бізде осыдан көп нәрселер шығып жатыр. Міне жақында 3-4 күн болды телевизор. 20% әйел бала таппайды екен. 20% еркек белсіз екен. Жарамайды. Сонда 40% қазақтың жарамсыз болып қалды. Әйелмен еркек қосқанда 40%. Сонда ал енді тағы мынаяқтан қалғаннан жезөкшелер болатын болса, бұл да зиян бізге. Сонда өзі қазақ көбейе ме, құрай ма? Бұл қандай неге кетіп баратырмыз біз? Ал шариғат біздің болашағымызды бұдан 1400 жылдан бұрын біздің болашағымызды қоршап, сақтап айтқан сөздер. Сондықтан шариғат үкімі бізге үкім, біз мұсылман болғаннан кейін. Ал жаңағы жатып шығып ойнап кете беретін никалар біздің ислам діні бойынша ол қылмыс никаға жатады. Әгер шариғат үкімі бойынша бұлар таспараңға кететіндер. Сондықтан біз бұларды ақтап ала алмаймыз. Ал енді біз мұсылман қазіргі Қазақстанда 13 миллионнан астам қазақ, 1 миллионға жуық басқа диаспора мұсылмандар болса, 14 миллионнан астам мұсылман бар. Демек Қазақстанның 80-85% мұсылман деп айтуға болады. Ал сол мұсылмандарды біз сақтау үшін бұл сөзді айтуға құқылымыз.